Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Әрине, рецепт ұсынамын. Видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Каналыма тіркеліп етіңіздер. Картошка 1 килограмм. Суға пісіреміз. Үстіне 1 чайный ложка тұз қосамыз. Соң қайнатамыз. Осылай қосамыз, қатты толтырмаймыз. Крышкасын жауып қайнатамыз. Жаңа осындай баяу отта қоямыз. Енді қамырын илейміз. 1 килограмм ұн. Осындай Осипорда сатады. Атын несінде жазып кетем. Ресейдің астына жазып кетем. Осы 2 чайный ложка қосамыз. 1 чайный ложка тұз қосамыз. Сосын 2 столовый ложка сұйық май қосуға болады. Содан кейін осындай міне тесто илейтін болады. Осыны қосамыз. Содан кейін осыны қосамыз, араластыра береді. 2 жұмыртқа қосамыз орташа. Одан кейін 1,5 кружка су құямыз. Астына граммын жазып кетем. Осылай қанға жайлаймыз. Мынаны еттің қамыр ұқсатып илеп қатыруға да болады. 3 айға шейін сақталады. Қонақ не келді дегенде алып 5 бармақтың несіне қолдануға болады қамырына. Осылай салафанның ішіне салып қоямыз. 10-15 минуттай. Қатты жұмсарып кетпеу керек. Соны алдық салафаннан. Осылайынан бөліп жаямыз жұқалап. Осылайынан орташа қылып жаямыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес қылып жаямыз. Морозилкаға да қатыруға болады. Сосын сатуға да болады бұндайды. Аружан. Осылайынан жұқалап жаямыз. Ислам, надоел, айғалай. Ән көрдіңіз ба, айғалай. Түрі жетпейден ғана. Аяқтарды. Осылай істедік. Қатыруға болады. Мына картошка пісті. Езу жолын көрсетемін. Сүт қосам. 100 граммдай. Пиязын көрсетіп өтейін. Сақтап турап қуырып аламыз.
тұрған майға қуырамыз осылайынан. Мен жаңағы пиязымызды қосып, осылайынан тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай жақсылап тұрып араластырамыз. Сол қайнатып, жаңағы істелінген вареникімізді салып, 10-15 минут қайнатамыз. Пельмен пісіргендей пісіреміз ғой. Тестосы жақсылап пісу керек. 10 минутта жетеді негізінде. Менде негізінде ютубта бар. Картошканың ездігі жолы пюрені жасадым. Сонда бір көрсетіп өтейін деген. Мені осылай қайнатамыз. Үстіне май қосып, лицензия де болады, маргарин жейтін. Мен осылайынан жақсылап пісті. Осылайынан саламыз тефкемізге. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына шейін қарап, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Көп рахмет.